аэрациялау жұмыстары. Балқашта балықтың қыста қырылуына жол бермеу мақсатында арнайы іс-шаралар басталды. Тазалық акциясы. Балқаштық студенттер қолдарына күрек алып, жалғыз басты қарттың үйіне көмекке барды. Балқашта балықтың қыста қырылуына жол бермеу мақсатында аэрация жұмыстары басталды. Бұл шараны Қарағанды облысының орман және жануарлар дүниесін қорғау шаруашылығының Балқаш қаласы бойынша оперативтік тобының мамандары, Балқаш Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының қызметкерлері, сондай-ақ қоғамдық өкілдерінің қатысуымен жүргізуде. Сегодня провели мероприятие по Бүгін біз қарсы мұздату іс-шарасын Балқаш балық инспекциясымен бірлесе отырып өткіздік. Сондай-ақ қоғамдық белсенділер мен ғылым қызметкерлері де қатысып, Қарағанды облысының табиғи ресурстар басқармасы ретінде бүгін үлкен жұмыс атқардық. Мамандардың айтуынша, қыста су қоймаларында мұз қалыңдаған сайын судағы оттегі мөлшері азаяды. Бұл балық қорының азаюына және су айдындарының биологиялық тепе-теңдігінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Соның алдын алу мақсатында қазір мамандар көлдің мұзын ойып, бұрғылап тесіктер жасап жатыр. Сделали лунки и вставили туда. Көріп тұрғаныңыздай, біз су бетінде саңыраулар жасап, оларға қамыс шаңырақтарын орналастырдық. Қазір аэрация жүргіземіз. Мұз астына көп мөлшерде оттегі жеткізу үшін. Аэрация жұмыстары Балқаш көлінің 50-ші резервтік учаскесінде жүргізілді. Іс-шаралар аясында мамандар 100-ден астам саңылау жасап, әрқайсысына қамыс байламдарын салды. Бұл әдіс судағы оттегіні арттыруға және қалың мұздық жағдайларында газ алмасуды жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар саңылаулардағы қар тазартылды. Бұл күн сәулесінің суға енуіне мүмкіндік береді. Очищали покров снега, чтобы Қар қабатын тазарттық. Күн сәулесі фотосинтез үшін көп түсуі үшін, сондай-ақ су асты өсімдіктерін жақсарту мақсатында. Су қоймаларын аэрациялау жұмыстары ауа райы жағдайлары мен мұздық күйіне байланысты қыс бойына жалғасады. 30 қаңтарда Балқаш қаласында мүмкіндіктер аумағы атты бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Іс-шара сағат 11:00-де басталады. Жәрмеңкенің негізгі мақсаты жұмыс іздеуші азаматтарға еңбек нарығындағы өзекті вакансияларды ұсыну және жұмыс берушілермен тікелей байланыс орнатуға мүмкіндік беру. Іс-шара Мансап орталығының ғимаратында өтеді. Мекен-жайы Уәлиханов көшесі 5, 13-ші кабинет. Ұйымдастырушылардың айтуынша жәрмеңке барысында түрлі саладағы жұмыс берушілер өз вакансияларын ұсынып, келушілерге кеңес береді. Жұмыс іздеу жүрген қала тұрғындары жәрмеңкеге белсенді қатысуға шақырылады. Аманат партиясы Балқаш қалалық филиалының ұйымдастыруымен және жастар ресурстық орталығының қатысуымен таза бейсенбі экологиялық акциясы өтті. Акция аясында студенттер жалғыз басты қартананың ауласын қалың қардан тазартып, аумақты ретке келтіру жұмыстарын жүргізді. Іс-шараның басты мақсаты қарт адамдарға көмек көрсету арқылы қоғамдағы жауапкершілікті арттыру. Аманат партиясы Балқаш қалалық филиалының ұйымдастыруымен, жастар ресурстық орталығының қатысуымен бүгін бізде таза бейсенбі экологиялық акциясы өтіп жатыр. Акцияның негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау, қала үй аумағын тазалау және де қарт кісіге көмек көрсету болып табылады. Бейсенбідегі тазалық шарасына Рақымжан Қошқарбаев атындағы колледж студенттері белсене түрде қатысты. Олар ай сайын осындай қайырымдылық және экологиялық бағыттағы шараларға атсалысып келеді. Акцияның негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау, қала тазалығын сақтау және тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Қоғамның полицияға деген сенімін нығайту құқық қорғау органдары қызметінің негізгі басым бағыттарының бірі. Бұл бағытта сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және қызметтік әдеп талаптарын қатаң сақтау мәселелеріне ерекше назар аударылады. Қызметкерлердің заң талаптарын мүлтіксіз орындауы және әрқайсының жеке жауапкершілігін арттыру мақсатында тұрақты түрде түсіндіру, профилактикалық әңгімелер мен оқыту шаралары өтеді. Заң мен тәртіп аясында Балқаш қаласы полиция бөлімі сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілік мәдениеттерін қалыптастыруына мақсатында ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап Адал полицей республикалық акциясы өткізілуде. Акция аясында ішкі істер органдарының қызметкерлері мен азаматтар тарапынан заң талаптарын бұзбауына жол бермеуіне бағытталған ақпараттық түсіндіру және үгіт насихат материалдарын тарату бойынша жүйелі жұмыстар өткізілуде. Сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін азайту, қызметтік өкілеттерді
теріс пайдаланбаудың алдын алу және құқық бұзушылықтың жол бермеуін жөніндегі жұмыс алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасады. Бұл ретте ашықтықтың қамтамасыз ету, халықпен кері байланыс нығайтуға және ішкі бақылау тексерістерін күшейтуге ерекше назар аударылады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу әрбір полиция қызметкерінің ортақ міндеті. Тек бірлескен және жүйелі жұмыс қана халық сеніміне ие адал әрі кәсіби полицияны қалыптастыруға мүмкіндік береді.